Самұрық қазына акционерлік қоғамы 5 жылдық мерзімге жалпы көлемі 1,5 миллиард долларлық синдицирленген несие желісін ашу туралы келісім шарт жасасты. The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd-ға бұл шарттағы жалғыз үйлестіруші өкілеттігі берілді. Яғни ол қорға алғашқы транзакцияны ұсына отырып, аталған несиені ұйымдастырушы, қаржыландыру жөніндегі жетекші өкілетті әрі ұйымдастырушы болады. Қаражат КМЖ қашаған жобасындағы КМГ акцияларының 50%-ын қайта сатып алу мақсатына бәсекелі орта шарттарына сай беделді халықаралық банктер синдикатын құра отырып тартылды. Қазатомөнеркәсіп пен Qatar Energy компаниялары күн энергетикасын дамыту саласында бірлескен кәсіпорын құрады. Осы аптада қол қойылған құжат екі елдің жаңғыртымды қуат көздері саласында өзара тиімді әріптестігін жетілдіруді көздейді. Келісімге сәйкес Қазатомөнеркәсіп Qatar Energy компаниясының стратегиялық акционері болып, күн батареяларын шығару шикізатынан бастап, электр энергиясын өндіруге дейінгі тізбегін кеңейту мүмкіндігіне ие болады. Тараптар күн модульдерін жасап шығару үшін сапасы жоғары қазақстандық кремнийді пайдалануға уағдаласты. Қазақстанда тұңғыш рет түрлендірілген битум өндірісі басталды. Бұл өнім асфальт бетоны жабындысының ауа райы қысымына төзімділігін қамтамасыз етеді. Оның үстіне автокөлік қозғалыс кезінде деформациялық тозуын шектеп, эластикалық жұмсақтық береді. Ақтау битум зауытындағы тұңғыш тәжірибелік өнеркәсіптік жабдық іске қосылды. Оның жылдық өндіріс қуаты 120 мың тонна. Бұл өнім қазіргі таңда республикалық маңызы зор Батыс Еуропа, Батыс Қытай халықаралық автокөлік магистралы құрылыс нысандарына таптырмайтын тауар. Бастысы жаңа сападағы битум жол жабындысының пайдалану мерзімін 1,5 есеге ұзартады. Өндірісті шикізатпен қамтуға Қаражанбас кен орнының мұнай қалдығы қолданылады. Түрлендірілген битум сапасы Қазақстан Республикасының ұлттық сапа стандарттары талаптарына сәйкес келеді. Трансформация аясында ұлттық компаниялар өздері қызмет ететін саладағы тың нарықтарды меңгеруге талпынып жатыр. Мәселен, Қазақстан теміржолы ұлттық компаниясы Қытайдан Европаға жылына 600-700 мың контейнер тасымалдауды жоспарлап отыр. Бұл қарқынды қамтамасыз етуге қауқарлы инфрақұрылым тұрғызылған. Китаец, отправляя свои грузы, он думает, хорошо, у меня... Бұл жерде жүкті жөнелтетін Қытай компаниялары оны Қазақстан арқылы тасымалдауға ынталы болатындай жағдай жасау қажет. Мысалы, ол жүгімді Байқал арқылы жеткізе аламын, теңізбен жібере аламын, немесе Қазақстан арқылы контейнермен жолдауға болады. Қайсы тиімді дегенде ойлағанда, біздің ұсыныс ұтымды болуы шарт. Осылайша кейін келе жүк айналымы көлемін жылына 1,5 миллион контейнерге жеткізу көзделген. Бұл Қытайдан Европаға жыл сайын жолданатын жүк ағынының тек 10%. Под миллион контейнеров в год между Китаем и Европой. Қытайдан бағана айтқандай жылына 1 миллион контейнер жүкті тарта алған жағдайда Қазақстан теміржолы жылына 1 миллиард теңге қосымша табыс табады. Компания бұл ауқымды істерден 1 миллиард теңгені кіріс көрсе, мемлекеттің жалпы ішкі өнімі 1 миллиард теңгеге қосылады. Ұлттық тасымалдаушы жаһандық нарықта бәсекеге қабілетті болу үшін бірқатар бизнес процестерін қайта құрмақ. Осындай жұмыс тиімділігін арттырудың кешенді шараларын жүзеге асырудың арқасында Қазақстан теміржолы ұлттық компаниясы әлемдік теміржол саласындағы үздіктер қатарынан табылады.